Сәлеметсіз бе, өзіңізді таныстыра өтсеңіз? Сәлеметсіз. Қазақстанға еңбек сіңген қайраткер Үмгүлсім Бегімова. Театрдың актрисасы. Сізге бір-екі сұрақ қоя кетсем. Сіз облысымызда жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларынан хабардарсыз ба? Әрине, хабардармын. Қандай жерден және қандай көздерден хабардарсыз? Оны енді мынау телевидение, ақпарат. Және осы неше түрлі іс-шаралар өткізіліп жатыр қаламызда да. Жемқорлыққа қарсы ақпарат. Хабардармын. Сіз жүргізіліп жатқан сыбайлас жемқорлық шараларына көңіліңіз толады ма және қанағаттанасыз ба? Қанағаттанамын. Сыбайлас жемқорлықты болдырмау және алдын алуда қандай шаралар тиімді деп ойлайсыз? Тиімді болғанда қазір осы сыбайлас жемқорлыққа мен айтар едім, біріншіден адамның өзінің ары, ұяты, ақылы. Ал екіншіден заңдылыққа неден келіп жатсақ, ол заң түрде мысалы жақсы іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Енді ойлаймын, азайдау деп осы жағы. Сіз сыбайлас жемқорлық көрінісімен өміріңізде кездестіңіз бе, немесе оның куәсі болдыңыз ба? Жоқ, мен әлі бұндайды көрген жоқпын. Енді менің өзім осы істеген жеріме байланысты, мысалы, өзім шаңырағымда, үйімде десем, біздің балаларымызға мысалы тәрбиелегенде де, үйде де айтып отырамын.